Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің дәрісіміздің тақырыбы ішкі істер органдары қызметкерлерінің қызметіндегі дау-дамайлар. Дәрісте келесідей сұрақтарды қарастырамыз. Конфликт, қақтығыс түрлері, қақтығыстың шығу себептері. Конфликт. Ғылыми әдістемелік педагогикалық психологиялық әдебиеттерде ғылыми халықаралық термин конфликт қазақ тілінде қақтығыс, егесу, керісу, жанжал, дау-жанжал, тартыс деген мағыналарда жиі қолданылады. Бұл аталған ұғым түсініктер білім алушыларға білім беру, оқыту, үйрету барысында оларды тұлға ретінде қалыптастыруда, олардың мәдени қарым-қатынасында, мінез-құлқында жиі көрініс табатыны белгілі. Қақтығыстың түрлері. Ғылыми педагогикалық және психологиялық туындыларға сүйене отырып, қақтығыс, яғни конфликттің мынадай түрлерін атауға болады. Тұлғаралық қақтығыстар, отбасындағы ерлі-зайыптылар арасындағы қақтығыстар, басшы бағынушылар арасындағы қақтығыстар, әлеуметтік топтар арасындағы қақтығыстар, саяси және мемлекетаралық қақтығыстар және тағы басқа. Қақтығыс, конфликт адамдар арасындағы қарым-қатынас психологиясының негізгі бір компоненті болғандықтан, сол ұнамсыз қатынастың келіп шығу себептері, факторлары, жағдайлары, оның түрлері, технологиясы мен механизмі, көріністері, дамуы немесе тежелуі, оларды болдырмау немесе шешімін табу жолдары сияқты мәселелерге жан-жақты тоқталамыз. Мамандық саламызға сай тұлғаралық қақтығыстар мәселесі терең де жан-жақты қамтылады. Психолог ғалымдар тұлғаралық қақтығысқа мынадай анықтамалар береді. Екі күшті, бірақ қарама-қарсы бағыттағы пікір көзқарастың қақтығысуы, тартысуы дейді Лурия. Тұлғаның терең және өзекті себеп және қатынастардан қанағаттанбау нәтижесі дейді Мерлин. Санада ерекше құндылықтар ретінде қалыптасқан екі ішкі сезім түсініктің қақтығысуы дейді Василюк. Қақтығыс объектив және субъектив түрінде кездеседі. Объектив себептер. Қатынастың субординациялық характері, функционалды және тұлғалық қатынас арасындағы қарама-қайшылық әрқашанда қақтығыс тудырады. Адам жүйесіндегі қызмет те табиғатында қақтығыссыз емес. Тікелей басшы бағынушы арасында әрқашанда қақтығыс бар. Борыш, құқық пен міндет тең болуы қажет. Басшының сезім және профессионалдық жағдайда бейімделгенінің күрделігі және тағы басқа. Субъектив себептер. Басқарушыға тән себептер: дұрыс басқара алмау, мамандықтың төмендігі, еңбек стимулын ұйымдастыра алмау тағы басқа. Тұлғалық себептер: қатынас жасау мәдениеті төмендігі, өз міндетін шын ықыласпен орындамау, бастыққа жағымпаздану, жеке психологиялық ерекшеліктері және бастық пен бағынушылар келіспеушілігі. Яғни ол қарсы келу, эмоциялық тұрақсыздық, күйіп пісу, өзін жоғары ұстау, кейбір мінез-құлықтарының ұнамсыздығы және тағы басқа. Қақтығыстың тұлғалық себептері олардың жеке психологиялық ерекшеліктерімен де байланысты болмақ, яғни екі тұлға арасындағы. Сондықтан да тәжірибеде әрқандай қақтығыстың объектив-субъектив себептері комплексі бар. Олар адамдардың күнделікті тұрмысында, өмірінде, материалдық және рухани қызығулардың табиғи қақтығысы, адамдар арасындағы қарым-қатынас процесінің құқықтық және нормативті қағидаларының тұрмыстық қайшылықтардың толық жетілмегендігі, материалдық және рухани байлық құндылықтардың адамның нормаға сай өмір сүруіне тең бөлінбеуінен, республика халқының тұрмыс-тіршілігінің әртүрлілігінен, ұлттар арасында жеке тұлғаларалық және топаралық қақтығыстардың болуы. Қақтығыстың ұйымдастыру, басқару себептеріне ұжымдар, ұйымдар және топтар құрылуымен, дамуымен және қызметімен байланысты болған жағдайлар жатады. Төрт түрлі себептерді көрсетуге болады. Бірінші себеп – құрылымдық ұйымдастыру, яғни ұйымның құрылымның сол еңбек түріне сай келмеуі. Ұйымның құрылымның мақсат-міндеті талаптарға сай болуы қажет. Кері жағдайда ондағы жеке тұлғалар, басшылар және топтар арасындағы қақтығыс күшейе түседі. Жалпы өнім төмендейді. Сондықтан да ұйымның құрылымын жасау, жобалауда олқылыққа жол бермеу қажет. Ұйымдағы тапсырма, міндеттер анық шеберлікпен ұйымдастырылмаса, қақтығыс, қиыншылықтар молая түседі. Функционалдық ұйымдастырушылық. Ұйымның сыртқы ортамен тиімді функционалық байланыстары төмендегенде, ұйым ішіндегі бөлімдер мен жеке құрылымдар арасындағы байланыс бұзылғанда, жеке жұмысшылар арасындағы сыйластық, түсінушілік төмендегенде қақтығыстарға себеп болады.
Жеке тұлғалық функционалдық лауазымдағы қызметке басшылардың өз мамандығына адамдық моральдық қасиеттермен сай келмеу себебі. Мұндай ұжымда бастық пен қызметкер мамандар жұмысшылар арасында қақтығыстың болуы сөзсіз. Ситуациялық басқарушылық ұйым басшысы оған бағынушылар тарапынан қате шешім мен қаулылардың қабылдауына байланысты қақтығыстар себебі. Басшының орынсыз шешімі оған мойынсұнушылардың наразылығын тудырады. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.